Алғашқы етікті түркі көшпенділері киген. Аяқ киім ат үстінде өте ыңғайлы болған. Олар аяқты қажаудан қорғайтын, мұндай қолайлы ыңғайлы жаңа нәрсені тез арада орыс елі қолданысқа алады. Саламатсыздар ма? Бұл меңна етік тігіш, баяғыдан етік тігем өзім, осылай сапожка етігін тіге берем. Мына енді атадан қалған дәстүр бұл. Мен балаларым осы күнделікті аяқ киім тіккізуді үйретем өзім отырып үйде. Бұлай міне, бізді аласыздар міне. Міне бізге кіргізді міне аяқ киімді. Жіпті бүйтіп аласың, ноғақ жіп болады. Бұның қара жібі болады, әртүрлі жіп болады. Содан бүйтіп алам, аяқ киімді тіккізіп үйретем балаларыма. Атадан қалған дәстүр. Міне, жіпті бүйтіп өтеді, мынаны бүйтіп тартып алады бір жіптіні. Міне осылай. Міне жіңішке етіп, мынандай жерін бүйтіп бір салады, міне жіңішке еп қана салады оны. Бізді өтеді дейді, міне. Бұл осылай аяқ киім тігу мен өз баяғыдан тігіледі бұның өзі. Атадан қалған дәстүр. Енді осындай бізге ауылымызға да осындай бір немене керек. Етік маманы болса шекен. Осындай болса тігуге болады.